Футбол тарихында әлем чемпионатының плей-офф кезеңі тұңғыш рет 16-тан бір финалдан басталып жатыр. Бұндайды тек Еуропа лигасынан ғана көретін едік. Дәл қазір финалға барар жолдың толық сеткасы белгілі болған. Бұл дегеніміз бұдан былай қателікке орын жоқ. Кез келген сәтсіздік команданы үйіне қайтарып жібереді. Бұл видеода біз турнирдің басты фавориттерін талдап, сарапшылардың пікірлерін саралаймыз. Ең бастысы, мен видеоны соңына қарай осы әлем чемпионатын кім жеңетіні туралы өз жеке болжамымды айтамын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен кубокқа негізгі үміткерлерге тоқталайық. Сарапшылар мен аналитиктердің пікірінше басты фаворит 4 құрама бар. Біріншісі Франция. Құрамның тереңдігі жағына оларға тең келетін ешкім жоқ. Килиан Мбаппе бастаған шабуыл шебі кез келген қорғанысты бұзып таптап өтуге дайын. Олар 16-тан бір финалда Швециямен кездеседі және бұл кезеңнен қиналмай өтуі тиіс. Екінші фаворит қазіргі әлем чемпиондары Аргентина. Лионель Месси үшін бұл оның мансабындағы ең соңғы әлем чемпионаты болуы әбден мүмкін. Сондықтан бүкіл команда Мессиді тағы да бір рет әлем чемпионы атандыру үшін барын салады. 39 жастағы Месси қазір сұмдық бабында. Оны тоқтату мүмкін болмай тұр. Олардың алғашқы қарсыластары Кабо Верде. Ешқандай қиындықсыз өтуге тиіс. Үшінші фаворит Еуропа алыптары Испания. Ламин Ямаль бастаған құраманың жылдамдығы мен Луис де ла Фуентенің тактикасы қазір әлемдегі ең тартымды футболда көрсетіп жүр. Және әрине, Томас Тухель баптайтын Англияны да тізімнен алып тастауға болмайды. Олардан құрамынан да осы тұсты табу өте қиын. Кез келген қарсыласты шайқап өтуге қабілетті. Фавориттің аты фаворит. Бірақ футболда білесіздер, кез келген нәтиже тіркелуі әбден мүмкін. Мысалы, ойламаған жерден автобус қойып ойнайтын құрама осы алыптардың бірінен өтіп кетіп, сенсация жасап жіберуі ғажап емес. Топтық кезеңде алпауыт Испания Кабо Верденің қақпасына бір гол соға алмай азапталғаны естеріңізде шығар. Фавориттерден сәл астыға түсіп, тосынсый жасай алатын құрамаларды атайық. Плей-офф сеткасына қарап кез келген тосынсыйды күтуге болады. Мысалы, Бразилия құрамасы 16-тан бір финалда өте қауіпті әрі тәртіпті Жапониямен кездеседі. Бразилиялықтардың фаворит екені айтпасақ та түсінікті. Бірақ жапондардың қарсы шабуылы кез келген грантты сан соқтыра алады. Сондай-ақ Криштиану Роналду бастаған Португалия құрамасы да бар. Бірақ та олар өте тұрақсыз. Голландия құрамасында естен шығармаймыз. Олар әлем чемпионаттарында әр қашанда лайықты түрде мықты өнер көрсетуге бейімделген. Неге екені түсініксіз, Марокко құрамасын ешкім атап жатқан жоқ. Олар қиын қарсылас Голландияға түсіп қалды. Дегенмен топтық кезеңде олардың қалай ойнағанын көрдіңіздер ме? Бұл құраманың ойыны қазір өте мықты. Жаңа бас жаттықтырушылары оларға шабуылға негізделген футбол қойып берген. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме білмеймін, бірақ меніңше олар Нидерландияны жеңіп, келесі кезеңге өте алады. Колумбия құрамасында көбісі менсінбей жүр. Алайда олардың өткендегі Португалиямен болған матчын көрген шығарсыздар. Кәдімгідей біраз қинап тастады. Басты фаворит болмаса да колумбиялықтардың жартылай финалға дейін баруға шамасы жетеді. Ал енді ең қызықты бөлімге мені жеке болжамыма көшейік. Жоғары ықтималдықпен 8-ден 1 финалдық кезеңде Португалия мен Испания құрамалары кездеседі. Ол үшін бұл құрамалар өз қарсыластарынан сүрінбей өтуге тиіс. Және менің өз ой пікірім бойынша дәл осы жұпта жеңімпаз атанған құрама, яғни Испания немесе Португалия екеуінің бірі чемпион атанып, кубок көтереді. Ал финалға екінші жақтан Аргентина немесе Англия шығады. Неліктен бұлай дегенге тоқталайын. Португалияның ойыны тұрақсыз. Дегенмен дәл осы плей-офф кезеңінде олар қарқын алып, өздерінің барлық мықты тұстарын іске қосып оталады деп ойлаймын. Португалия қарқын алса, оларды тоқтату өте қиын. Оны өткен жылғы ұлттар лигасынан көрдік. Әжептәуір алып құрамаларда тізе бүктіргені естеріңізде шығар. Сол жылғы құрам сол беті сақталған, тек ойындары жүрмей жатыр. Орайын тапса, олар кез келген қарсыластарын таптап өтуге қабілетті. Испания. Бұл енді көп сөзді қажет етпейді. Франция құрамасымен олар соңғы жылдары неше рет кездесті. Барлығында да қызыл фуриялықтар басымдылық танытты. Әлдене бір автобус қоятын құрама, немесе басқа қандай да бір бөгет болмаса, Испания өз жолында тұрғанның кез келгенін басып жаншып өте салады. Барлық жерде сарапшылар да жанкүйлер де бір ауыздан басты фаворите Франция мен Аргентинаны айтып жатыр. Оған ешқандай дау жоқ. Олардың қазіргі баптары мен құрамдарын қарасақ, олар айқын фаворит. Бірақ та менің жеке өз ой болжамым басқаша.
8-ден 1 финалдық кезеңге Германия, Франция, Марокко, Португалия, Испания, АКШ, Сенегал, Бразилия, Норвегия, Мексика, Англия, Аргентина, Египет, Швейцария, сондай-ақ Колумбия құрамалары өтеді деп ойлаймын. Қысқартып айтқанда, бұл әлем кубогы нағыз тартысқа толы болғалы тұр. Сонымен, бұл тек менің жеке өз пайымдауым мен сараптамам. Футбол күтпеген оқиғаларға толы ойын, сондықтан бәрі басқаша өрбуі де ғажап емес. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? 16-дан 1 финалда кім сенсация жасайды? Және осы әлем чемпионатын кім жеңіп алады деп ойлайсыздар? Өз ой болжамдарыңызды міндетті түрде пікірге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Бәрін оқимыз. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше аман болайық.